Bismillah. Соңы өзгермейтін мәбни есімдер. Мәбни есімдер мұғраб есімдерге қарағанда өте аз. Олар сілтеу есімдері, исм ишара. Мысалы, хәдә, хәдихи. Қатыстық есім, исм маусул. Мысалы, әлләзи, әлләти. Есімдер, демек, домир. Мысалы, хуа, хия. Шартты есімдер, исм шарт, ин, идма. Сұрау есімдер, исм истифхам. Мысалы, мәтә, хәл. Жақсы, қараңдар. Енді біз жалпы айтқан кезде араб тілінде муғраб есімдер өте көп дедік. Иә, муғраб есімдер, соңы өзгеретін есімдер өте көп. Ал мәбни есімдер өте азғантай. Яғни санаулы ғана. Солардың бірі, мысалы, мына жерде ең бірінші кімдер? Қатыстық есімдер ма? Сілтеу есімдегі. Ол не? Есім ишара. Хәза, хәзихи. Иә, хәза, хәзихи деген сияқты есім ишаралар. Одан кейінгісіне қатыстық есім, исм маусул. Исм маусулдар. Әлләзи, әлләти. әлләти сияқты. Одан кейін Есімдер, домир. дамайрлер, дамир есімдер. Хуа, әнта дегендей сияқты. Одан кейін Шартты есімдер, шарт есімдер. ин, идма. Мән, мәхмә и так далее. Ин, изма деген сияқты. Одан кейін Сұрау есімдері, есім истифхамдар. Айна, қандай мысал бересің сіздерге? мәтә, хәл. Мәтә деген сияқты. Міне осы есімдер жалпы бірінші есім ишаралар, сосын есім маусулдар, сосын есім дамирлер, сосын есім шарттар, сосын есім истифхамдар. Бұлар мәбни есімдердің ең негізгілері осылар. Мәбни есімдердің ең негізгілері. Яғни араб тілінде бұл сөздер, бұлардың ішінде өзінің сөздері бар, санаулы. Сол сөздер араб тілінде мәбни деп есептеледі. Ол сөйлемнің ішінде қай жерде келсе де, сөйлемде қандай қызмет атқарып жатса да, әрдайым не болады? Әрдайым мәбни болады. Жақсы ма? Әрдайым мәбни болады. Бұлардың барлығының иғаробы, бұлардың бәрін таныстырған кезде, мына жерде айтылған кезде бірінші аты жазылады. Мысалы, исм ишара. Исм ишара. Исм ишара. Не болмаса дәл сол сияқты мына жерге кез келген исм дамир. Исм дамир. Не болмаса исм маусул. Бірінші не жазылады? Исм ишара аты жазылады. Сосын не? Сосын мәбниюн. Мәбниюн аля. Ең соңғы әрпіне қараймыз. Иә? Ең соңғы әрпі. Хазихи мәбниюн аля касри. Хаза мәбниюн аля сукун. Әлләти мәбниюн аля сукун. Әлләзи мәбниюн аля سكون أنت مبني على فتحي هو مبني على فتحي مهما مبني على سكون ألف تيجي نزيجه اسمع من مبني على سكون متى مبني على سكون أين مبني على فتحي يعني مبني على نية السكون نيبو مسا نية الضمي نيو مسا ني الفتحي نيو مسا الكسري مبني على يعني برنش ني жазылады аты жазылады қайсы ат сосын не مبني على ең соңғы әрпіне қараймыз не фатха не касра не дамма не сукун деген сияқты бұл бұның қазіргі осы сабақтағы бұның несі иғаробы осы жерге шейін. Кейін мына жаққа жалғасады. Мына жаққа жайлап қызметі кете бастайды. Бірақ қазір бізге керегі осы. Яғни есімдердің ішіндегі мәбни болғандар олар кімдер? Есім ишаралар, есім маусулалар, есім дамирлер, есім шарттар және есім истифхамдар. Мысалы сендерге ин дегенді берген ол есім шарттардың ішінде. Ин ол жерде негізі ол есім емес. Жақсы ма? Ин есім емес. Және исм истифхамдардың ішінде хәлді берген ғой. Хәл ол исм емес. Исм истифхамдардың ішінде харфтері бар, исімдері бар. Исм шарттардың ішінде харфтері бар, исімдері бар. Солардың ішіндегі исімдері ғана керек бізге. Жақсы ма? Одан кейін әрмен қарай не дейді? Ескерту.
Бұлардан басқа да есімдердің кейбіреулері мәбни болады. Мәбни есімдердің біреуде арнайы бір ереже жоқ. Оларды көп естіп, көп оқумен ғана біліп. Бұлардан басқа да бізде не араб тілінде қолданатын мәбни сөздер бар. Ол мәбни сөздерді ажыратуға арнайы бір қағида, заңдылық жоқ. Жалпы мәбнидің мәбни екенін қайдан білеміз? Тек қана есту жолымен ғана білеміз. Яғни араб тілінде сөйлейтін адамдар бір сөздерді әрдайым сол бір көріністе ғана сөйлеген. Сол үшін оларды біз не дейміз? Оларды мәбнилер деп атаймыз. Жақсы ма? Әрмен қарай? Шарт есім, яғни исм шарт, бір сөйлемді екінші сөйлеммен байланыстыру үшін қолданылады. Оларды келесі сабақтарда айтып өтеміз. Сұрау есімдер. Шарт есім дегеніміз, иншалла біз фи'л мудоридің жазым жағдайын өтіп жатқан кезімізде шарт есімдер өтіледі. Яғни екі етістікті бір-бірімен шартты түрде байланыстыру үшін керек болған есімдер. Бұны біз болашақта өтеміз. Одан кейін сілтеу есім истифхамдар, олар не сұрау үшін қолданатын есімдер. Қандай мысал бергенсіздерге? Мән, мәдә, мәтә, айяна, айна, кайфа, анна, кам деген сияқты сұрау есімдері. Бұлардың барлығы нелер? Мәбнилер. Бұлар ешқашан сөйлемнің ішінде қандай қызмет атқарып жатса да не қылынбайды? Өзгермейді. Еуроптаған кезде бірінші аты жазылады, сосын мәбниун аля не екендігі жазылады, сосын әрмен қарай, иншалла біз келесі сабағымыздан естиміз әрмен қарай өтеміз. Жақсы ма? Жаттығу. Төмендегі сөйлемдердегі мұғраб есімдер мен мәбни есімдерді ажыратыңыз. Оқы. Мән хәза. Мән хәза. Мән мәбни. Хәза мәбни истифхам. Яғни бұны бұлай естесек болады. Мысалы, мән хәза десе, мән исм истифхам мәбниун аля әс-сукун. Хәза исм ишара мәбниун аля әс-сукун. Әрмен қарай? هل رأيت التلميذ الذي بدا أمس في الفصل؟ هل رأيت؟ هل не ол? هل حرف. رأيت فعل ол. Қандай фи'л? Фи'л мади. Фи'л мади не болады? Мәбни болады. Неге мәбни бұл жерде? Мәбниун аля сукун. Дұрыс па? Осы жерде тә бар. Қараңдар, фи'л мадидің соңына жалғанған тә, ти, ту, тума, тум, тунна, нә, бұлардың бәрі дамирлер. Жақсы ма? Бұлардың бәрі исім дамирлер. Бұлардың бәрі қандай харекетте тұрған болса, соған мәбни болады. Мысалы, хәл роайта, тә, дамир, мәбниун аләл фәтхи. Роайту, ту, дамир, мұттасил деп аталады. Дамир мұттасил, қосылып келген дамир, мәбниун аләл дамми. Кәтәп ти, дамир, мәбниун аләл кәсір. Яғни фи'л мадидің артына жалғанған барлық тә, ти, тума, тум, тә, тунна дегендердің барлығы нелер екен? Дамирлер екен. Дәл сол сияқты әлифтер. Кәтәбә дегенде, кәтәбу дегендегі ваулар, яктубәни дегендегі әлиф, яктубуна дегендегі вау, тәктубина дегендегі я, бұлардың бәрі дамирлер. Бұлардың бәрі нелер? Мәбнилер. Енді біз жаттығуды қатты қиындатпайық. Десе де бұл жерде бізге керегіне мәбни мен муарабты не істеу керек? Ажыратып шығу керек. Бірақ өзіңнің ойыңша қандай мәбни? Мәбни есім қайсына жатады? Исм истифхам, исм ишара, исм маусул. Неге мәбни? Соны не істеп отыруың керексің? Біліп отыруың керексің. Жақсы ма? Одан кейін жаттығу. Жаттығу жоқ па? Тамам, жақсы онда иншалла.